Қайырлы күн достар, қалайсыздар? Бүгін біз сіздермен 3 заттан тұратын салат дайындайтын боламыз. Ол үшін осылай 1 дана қияр, сосын 3 дана қызанақ, салат жапырағы керек болады. Мен өз қалауымызға қарай пияз қостым, сіздер қоспасаңыздар да болады. Және дәмін келтіру үшін 1 дана чеснок қосып жібердім. Менде осы қиярдың жартысын ғана турадым, ал егер сіздерде барлығын турап жасасаңыздар болады, дәмі өте керемет болып шығады. Әр көкөністің өзіндік пайдасы бар демекші, мына жерде салат жапырағының адам ағзасына өте пайдалы ішіндегі дәрумендері бар. Р, С витаминдері кездеседі, және мырыш, фосфор, темір, калий минералды заттары бар. Және де салат жапырағының құрамында лактоцин деген зат бар. Ол жүйке жүйені тыныштандырып, ұйқысыздықтан арылтады. Сол үшін жиі салаттарда немесе кез келген жерде тамақпен қосып жеп отырсаңыздар, пайдалансаңыздар болады. Осы тұста айта кетерім бар. Қиярдың да өзіндік пайдасы бар. Ол қиярдың құрамында В1, В2, В3 және В5 витаминдері бар. Және фолий қышқылы кездеседі. 2 қабат кезде әйелдер қиярды көп жесе, осылай құрамындағы фолий қышқылы көп жағдайда баласына да жақсы әсер етеді. Және де дастарханның сәнін кіргізіп тұрады. Енді қызанаққа тоқтала кетсек, қызанақ өзі қызыл болғандықтан көк тамырдың кеңейіп кетуінің алдын алады. Және де дастарханның сәнін кіргізіп, адам ағзасында гастритті жояды. Қызанақтың пайдасы өте жоғары. Және қызанақты көп пайдаланған дұрыс. Не осылай барлығын жақсылап жуып, турап аласыздар. Өздеріңізге ыңғайлы тәсілде турап салат жасасаңыздар болады. Міне мен осылай 4 бұрышты етіп турап алдым барлығын. Барлығын турап алған соң, осылай 1 шай қасық тұз, содан соң 1 шай қасық қызыл бұрыш, қара бұрыш қосып жақсылап араластырып алдым. Сіздер өздеріңізге ұнаған приправаларды сепсеңіздер болады. Бізге тек осы 3 қана зат жеткілікті болды. Сіздерге ас болсын. Менімен бірге соңына дейін болғандарыңыз үшін рахмет. Каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін все батырмасын басып кетіңіздер. Сіздермен болған Гүлшат. Сау болыңыздар. Міндетті түрде осы салатты жасап жеп көріңіздер. Сіздерге өте қатты ұнайтынына сенімдімін.